Армағайын, ТВК телеарнасында 13-ші аймақ бағдарламасы, студияда Қанат Байысов. Бүгінгі бағдарламада біз қаламызда өткен тәулікте орын алған оқыс оқиғалар жөнінде баяндайтын боламыз. Өткен тәулікте түнгі уақытта тәртіп сақшылары кезекті жанжалға куә болды. Самал Мөлтек ауданындағы дәмханалардың бірінде спирттік ішімдіктен ұрттап алған келуші кафенің әкімшісімен сөзге келіп қалған. Полицейлер ызаға булыққан азаматты тыныштандыру оңайға соқпады. Оқиға түн ортасында орын алған. Оқиға орнына келіп жеткен жол патрульдік полициясының инспекторлары екі ер азаматты қолға түсірді. Анықталғаны, мас келушілер дәмхананың қызмет көрсету сапасының төмендігіне наразылық танытып, төбелес шығарған. Сендер барған жеріңе светті ақша төлеп кетесіңдер ма деді. Мен төлемегем. Төлесе хозяин өзі төлейді, біз жалдағанша. Жоқ, мен төлемегем деді. Маған қаратты, міне деді. Маған өйстіп қолым болғатты. Сен келгеніміз ерекшке жол үстіне еді. Жоқ, сен Нәтижесінде дәмхана әкімшілігі материалдық шығынға ұшыраған кінәлі бұл келіспеушілікті бейбіт жолмен шешуге тырысып, материалдық шығын төлеп беруге уәде берді. Жұбо кезекші бөлімінен шақырту келді. 8-7 автоэкипажымен қызмет атқару барысында Гүлсөздің кафесінде бір-біріме түсінбеушілік болған. Қазіргі таңда ешқандай арыз-шағым жоқ, бір-біріме келісті. Осыған ұқсас жанжал Мұхаммед Хайдар Дулати көшесінің бойындағы көтерме сауда орнында болды. Сөзге келіп қалған екі сатушы базарда басына көтерді. Дауды шешуге тәртіп сақшылары дер кезінде келіп жетті. Полицейлер уақытылы келмегенде арты немен аяқталарын ойлаудың өзі қорқынышты. Тұрған жерден келіп айтады, мен коробканың бәрін алып, мен машина марқауын қойып қой дейді. Қалай қойып қойып, тұрғандар үшін тұрады дедім. Сонымен анерге барып, енді өзіне-өзі отал, шеше, бәрімізде бар, үйтіп боқтама дедім. Шешем, келіп жалғыз бекер тоқпақтап алды. Кейін бәрін жеп тастады, мен дейді, мал мен. Екі саудагер тауар түсіретін орынға таласып қалған. Ұрыстың соңы төбелеске ұласқан. Мұндай бұзақылыққа базардың өзгеде жұмысшылары араласып, оқиғаның соңы жалпы төбелеске ұласып кете жаздаған. Оқиға орнына дереу жеткен жол патрульдік полиция қызметкерлері бұл қызба жігіттерді сабасына түсіріп, бұл қылықтары үшін оларды әкімшілік тұтқынға алатындарын айтқан. Бір ауылдың бір ақтан су ішкен адам келсін өшеді. Ұзаққа барғанын келем жоқ. Қайтар базар. Ұзаққа созылған келіссөздерден соң төбелес құмарлар табысып бір шешімге келді. Әл-Фараби ауданында қызмет атқару барысында сағат 03:15 шамасында жедел басқару орталығынан Қарымарш жоғарғы базарында төбелес деген шақырту алдық. Аталған мекен жайға келіп, мән-жайды анықтау барысында базардың ішінде Абдрахманов деген азамат өзінің таныстарымен кішігірім айқай-шу болып қалған, түсініспеушілік. Ол азаматпен сөйлесіп, бәрі мән-жайды анықтадық. Ұрысқан азаматтар арасында ешқандай арыз-шағым жоқ. Осы бойынша түсініктемесі алынды. Бұл бойынша Әл-Фараби полиция бөліміне баянат тапсырамыз. Қаланың тәртібін қадағалап жүрген полицейлер ойламаған жағдайға куә болды. Қала орталығындағы Таукехан даңғылында полицейлер жол жиегінде жатқан жалаңаш әйелді тауып алды. Ол мас әрі ауыр халде болған. Полицейлер дереу жедел жәрдем шақырды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Тағам мен арақ шарап қалдықтарын көрген полицейлер әйелдің зорлыққа ұшырағанын бағамдады. Ол жерде іш киімсіз жатқан не болғанын жәбірленушінің өзі де айта алмады. Оның қатты ауырып тұрғанын көрген полицейлер жедел жәрдем дәрігерлерін шақыртты. Әйелді тексеріп көрген дәрігерлер оны ауруханаға алып кетті. Полицейлер жақын кварталда бақылап, күдіктіні кезіктіре алмады. 18.06.2014 жылы ЖБО-дан шақырту түсті. Таукехан Айматова көшесінде мас күйінде азаматша жатыр деген. Дер кезінде келіп, көмек көрсетіп, жедел жәрдем бригадасына салып жібердік. Бүгінге айтпағымыз осы болды. Естеріңізге сала кетейін, бағдарлама ішкі істер департаменті баспасөз қызметі мен әкімшілік полиция басқармасының көмегімен түсірілді.